Арқалық батырды ерекше жақсы көрдім. Бұл енді сұмдық, бұның иірімдері, мысалы бір ғана эпизод Арқалық батырды қалмақта тұтқынға алып баратыр ғой. Сонда бір қалмақ досы бар екен, Қарамерген деген. Анау мына әкелатқан қалмақтан ана қалмақ сұрап алады кепілге. Сол ауылға қонатын болады. Арқалықты маған бір түнге кепілге беріңдер. Кепілге ауыл деген сөз басын тігіп тұр. Үйіне әкеліп батырды босатып, қойды сойып, етке тойғызып демалдырады. Сосын айтады, бір мынандай қанжар табанына тағып береді. Не деген табан десейші, анау қанжар сыйған. Осы мен темір үйді бұзып шығасың, мынау алмас кездік. Бір қойдың етін неге сап берем торсыққа қуырып, жеткенше жеп барасың дейді. Сонда түнді ойлайды Арқалық батыр. Әй, ана батырдың ат байлаулы тұраншы. Қашып кетейін ақырын. Енді өлімге бара тұр ғой. Деп түнді орнынан тұрып, ақырын киініп қашайын деп шығып баратса, әйел айтып жатыр екен ана күйеуіне. Досым деп қайғырасың, сөзін қостап, әкеліп салып қойдың оны бостан. Арқалық қашып кетсе не қыласың, қазақтың қалмайсың ба, шоғын ұстап дейді. Әйел ғой. Сонда қалмақ не деді де Қарамерген. Ер қайда Арқалықтай ұрынуға, шіркіннің жан жетеме порымына Арқалық қашып кетсе жолы болсын, досымның өзім барам орнына деп. Сонда біздің атамыз не дейді? Ойладым жүрегімнен жұлмайын деп, көңілімді жамандыққа бұрмайын деп, мұны естіп шешіндім де қайта жаттым, қатынға ерді саба қылмайын. Не деген сұмдық адамдар болған. Сөйтіп өлімге басын байлап барады. Одан құтылады енді көп әңгіме арзағы. Ол өз жазылып қалады. Жүрек емес сен көңіліме қонып. Сосын жұрт қайтқым келеді, жеткізгім келеді. Ана аталарымыздың осындай асыл сөзі бар деп. Бұл кешегі совет заманында осындай жырларды біз айтып жүрдік қарағым.